Саламатсыздар. Проценттер деген тақырыпты өтеміз. Процент. Қазақшасы пайыз. Так, соның 1085 есебін шығарайық. 1085 есебі. Так, бізде сурет берілген. Асында. Сурет беріпті, шеңбердің 1, 2, 3, 4, 5, 10 бөлігінің 10-нан 3 бөлігі боялған. Осының қанша пайыз боялған дейді. Әрине, 10-нан 3-ті көбейтем 100%-ға. 30% болады. Әсінде 2, 3, 4, 5, 6-тан 3 бөлік боялыпты. Оның қанша пайыз боялған деп сұрайтын болса, 100%-ға көбейтеміз. 300 болады. Оны 6-ға бөлсек, 50% боялған. Бысында 5-тен 1 бөлік боялыпты. Оның қанша пайыз боялған десе, оны 100%-ға көбейтеміз. Сонда 100%-ді бөлеміз 5-ке. 20%. 20% боялған екен. Так, енді 1086 есеп. Сөйлемнің мағынасын түсіндіріңдер дейді. Біріншісі, қарбыздың 98% су. Онда 2% қант болады, немесе тәтті дейік. Қант болсасын. Екеуін қосатын болсақ, 100% болады. 98% қосу 2% тең 100%. Барлық нәрсенің санының пайызы 100% болады. 100%-дан кем болса, яғни осылай орындаймыз. Мысалы, қарбыздың 98% су болды ғой, 2% қант деп бір десең жаздым мен. Оның шығу жолы 100%-дан 98%-ды азайтамыз, сонда 2% қант қалады екен. Міне осылай шығады. Мына шешуі. Мен бір десең жаздым. 98 2-ге қойсақ 100% шығады. Әрдайым барлық нәрсенің түгел саны 100% болады. Бір дөңгелек қарбыз 100% қарыз болады. Себебі ол еш жері кесілмеген, еш жері алынбаған дөңгелек қарбыз 100% деген сияқты. Ал енді осының екіншісі. Құлпынайдың 6% қант дейді. 6% қант болса, қанша пайыз су болған? Әрине 100%-дан азайтамыз 6%-ды. 94% су екен Құлпынай. 1087 есеп. Процентті ондық бөлшекпен жазыңдар дейді. Біріншісі, есептің 1%-ды ондық бөлшек айналдыру үшін 100-ге бөлеміз. 100%-ға бөлеміз. Сонда 0,01 шығады. Міне ондық бөлшек айналдырдық. Енді 6% жазам. Оны да 100-ге бөлем. Пайыз бен пайыз қысқарып кетеді. 6-ны 100-ге бөлсе 0,106 деген сан шығады. Мына жерде пайыз бен пайыз қысқарып кетеді. Сөйтіп мына жерге пайыз жазылмайды. Так, 10% бөлемін 100-ге. 0,1. 20%-ды бөлемін 100-ге. 0,25. 50%-ды бөлемін 100%-ға. 0,5 деген сан өсіп шыға береді. 75%-ды 100%-ға бөлем. 0,75 деген сан шығады. 20%-ды бөлемін 100%-ға. 1,2 деген сан шығады. 170%-ды бөлемін 100%-ға. 1,7 шығады. Міне осылай шығып кете береді. Ары қарай екіншісін жазайық. Екіншісі. Так, процентті жай бөлшекпен жазыңдар дейді. Яғни 2%-ды жай бөлшекке айналдыру үшін 100%-ға бөлемін. Пайыз бен пайыз қысқарып кетеді. 2-ні 2-ге бөлем 1, 102-ге бөлем 50. Міне жай бөлшек. Екіншісіне 5%-ды 100-ге бөлем. Пайыз бен пайыз кетеді. 5-ті 5-ге бөлем 1, 100-ді 5-ге бөлем 20 болады. Дәл осы сияқты 20%-ды 100-ге бөлем. 20-20 бөлем 1, мына 5 болады. 60%-ды 100%-ға бөлеміз. Так, қысқартамыз бұл жерде. Нешке қысқартамыз? Так, 20-ға қысқартайым. Мына 3 болады, мынау 5 болады. 5-тен 3 болды. 80% 100-ге бөлем. Пайыз бен пайыз қысқартып нәрсе жазылмайды. Так, 80-ді 20-ға бөлем 4, 100-ді 20-ға бөлем 5 болады. Сол сияқты 140%. Так, 140-ды 20-ға бөлем 7, 20-ға бөлем 5.
жай бөлшектер. Енді 180. Так, 20-ға бөлем. 9, 20-ға бөлем 5. Мін шық десеміз. Енді 1088 есеп. Бөлшектерді процентпен жазыңдар дейді. Әрине, 9 бөлінген 100-ді процентпен жазу үшін 100-ге көбейтеміз. 100%-ға көбейтеміз. 900 болады. 900-ді 100-ге бөлсеңіз 9% болады. Екіншісі 51. 100%-ға. Так, 51% шығады. 93. 100 көбейтем 100%-ға. Процентпен жазу үшін 93% болады. 1 бөлінген 10 көбейтем 100. Так, 10% болады. 1 бөлінген 20. 100%. Бұл неш болады? Әрине, 5% болады. Ал осының екіншісі, біріншісінің есептері, екіншісінің есептерін шығарайық. Так, 1 бөлу 25. Процентпен жазу. Әрине, 100-ге көбейтеміз. Бәрін 125-ге бөлсек 4% болады. Біріншісі. Екіншісі. 3 бөлу 5. 100-ге көбейтеміз. 60%-ын бәрін осылай шығара береміз. Үшіншісі. 3 бөлу 10. 100%. 30%. Төртіншісі. 3 бөлу 4 көбейту 100%. Так, 100-ді 4-ке бөлсек 25. 25-ді 3-ке көбейтсек 75%. Так, бесіншісі. 1 бөлу 50. Көбейтеміз 100%. 2% болады. Кетті. Енді осының үшінші есебін шығарайық. 0,1 көбейтем 100%. 10%. 0,1 көбейтеміз 1%. Так, 0,08 көбейтем 100. 8%. 0,8 көбейтем 100%-ға. 80%. Так, 1,6 көбейтем 100%. 160%. Дәл осылай төртінші есебін шығарайық енді осы. Төртінші есебін шығарайық. Төртінші есебі. Біріншісі. 0,91 көбейтемін 100-ге. 91%. 1,5. 150. 2. 200%. 2,7 көбейту 100%. 270%. 3,2 көбейту 100%. 320%. Так, 1089 есеп. 1089 есеп. Егер берілген сайын 1% дейді, 4-тен 3-ке тең болса дейді, 100% неге тең дейді? X десек. Онда бұл есепті бүйтіп шығарамыз. 4-тен 3-ті көбейтеміз 100-ге. Бұл осының пайызын таба береміз. 1% 4-тен 3 болса, 100% неге тең? Яғни X деп аламыз. Осы шығара саламыз. Так, 300-ді бөлеміз 4-ке. 75%. 7 бөлу 20. 100%. 5, 35%. 9 бөлу 25. Көбейтем 100%. Так, 36%. 125-ге бөлем 4 болады, 4 9-ға көбейтем 36 болады. Так, 1 бөлу 10-нан 3 дейді. Бұны жай бөлшекке айналдырып аламын. 13 болады. Осыдан кейін 100-ге көбейтем. 130%. 3 бөлу 2-ден 1 дейді. Бұны 7 деп, 100% дейм.
ол 35% болады. Дәл осылай 5, 4-тен 1, 20, 21 көбейтем 100%. Неш болады? 25 болады. 21-ді 25%-ға көбейтеміз. Қанша болады? Қазір 5, 10, 2, 4, 525. 525% болды. Міне. Әрмен қарай осының екіншісін шығарайық енді. Мына біріншісі болса, енді екіншісін шығарамыз. Екіншісін дейді. 1,8-ді көбейтеміз 100%-ға. 180%. Бәрін осылай 100%-ға көбейіп кете береміз ғой. 27% болады. Дәл осылай 0,105-ті көбейтеміз 100%-ға. 5% болады. 6,172-ні көбейтеміз 100%-ға. 672% болады. 9,3-ті көбейтеміз 100%-ға. 903%. 9,9 көбейтеміз 100%-ға. 990%. Бітті. Ал енді 1090 есеп шығарайық. 1090 есеп. Көрініп тұрған сіздерге. Ыдыстың 10-7-сіне су құйылған. Ыдыс 10-7-сінде су бар. Бірінші бізден сұрайды. Ыдыстың неше процентіне су құйылған? Яғни 10-7-ні көбейтеміз 100%-ға, оның процентін табу үшін. Осынша судың процентін табу үшін. 70%-на су құйылған екен. Міне, бірінші сұраққа жауап бердік. Екінші сұраққа жауап берейік. Ыдыстың неше проценті бос дейді. Әрине, ыдыстың неше проценті бос? Жалпы 10-7 бөлігі болса, су құйылған қалған бөлігінде қанша бөлігі қалған? Әрине, оны табу үшін біз 1 азайту 10-7 дейміз. Ауызша табуға салуға болады. Ауызша 10-3 болады. Енді сіздерге мына түрде көрсетейік. Яғни ортақ бөлім 10 болады. Мынаған 10-нан көбейтем. 10 азайту 7, 3 бөлінген 10 болады. Мынау бос ыдыс бөлігі. Бос ыдыс бөлігі 10-нан 3 екен. Үшіншісі 100% үшін қандай шама алынған? 100% үшін шама деген сөз, негізгі шама деген сөз. Жылдамдық, уақыт, жол, ұзындық, биіктік, көлем, ауданы деген бар ма? Соның бәрі шама деп аталады. Сол үшін мына жерде су болып, ыдысқа су құйылғандықтан суды біз қандай мөлшермен өлшейміз? Литрмен өлшейміз. Бұл жерде көлем деген шама алынған. Көлем деген шама алынған. Шама алынған. Яғни 1 литр деген сөзді. Шама, көлем деген шама алынған. Көлем өлшем бірігі литрді көлеммен өлшейміз. Міне. Жауабы осылай таптық. Енді 1091 есепке көшейік. Так, 1091 жауапқа салайық. Қимылдамай тұрсын, сіздерге жақсы көріну үшін. Тағы бір ескертейін, егер осы есептерін бұлыңғыр болып көрінетін болса, осы YouTube каналындағы жоғары жағында настройканың белгісі бар. Соны басасыздар да, видеоның качественный видео деп қояды. Соның сан белгілері бар. Сода 320-ға ма келтіріп, соның үстін 320 деген сан болады, соның үстін бассаңыздар, мынау бұлыңғыр болмай әдемі болып көрінеді. Ол өздеріңіздің қолдарыңызда. Тыңғылықты, бұлыңғыр емес, әдемі көрсету үшін качествосын, настройканың ішіне кіріп алып, видеоның качествосын реттеп аласыздар. 1091 есеп. Туристер баруға тиісті қашықтықтың дейді. Қашықтықты S деген әріппен белгілейміз. 70%-ын автобуспен жүріпті. Автобус деп жазып қояйық. Қалғаның дейді. Қалған S қашықтық бізге белгісіз. Қалғанын пойыз неше пайызбен жүрген? Табу керек. Неше пайызбен жүрген? Табу керек екен. Қашықтың. Туристер баруға тиісті қашықтық неше процентін пойызбен жүрді. Ал енді қараңыздар. Бұндай пайызбен есеп беретін болса, жалпы барлық толық жол 100% болып саналады. Содан 70% азайтып тастаймын. Автобусын жүрген. Сонда 30% шыға ма? Яғни бұл пойыздың пайызы шықты. Міне, пойыздың жүру қашықтығы қалған. Шыға келді міне. Енді бізден сұрайды 100% үшін қандай шаманы алу керек? 100% үшін мына жерде көрсетіп қойдым, қашықтық. 100% үшін қандай шама? Әрине біз қашықтықты есептеп жатырмыз. Қашықтық S деген әріппен белгіленеді. Немесе жол деп алсаңыздар да болады. Немесе жол шамамыз. Міне, немесе жол. 100% үшін мынау бірінші жауабымыз, мына екінші сұрақтың жауабы. Пойыз
30%-пен процентпен жүрді, автобус 70%, екеуін қоссаңыздар ол 100% шығады. Міне екінші сұрақ, 100% үшін қандай шаманы алу керек? Әрине с қашықтық немесе жол, біз соны тауып жатқандықтан шама деген сөз 100%-ден осыны алдық. Міне ары қарай 1092 есеп. 1092 есеп не дейді? Жеміс сусынын дайындау үшін алынған кептірілген жемістердің 35%-ы алма, 30%-ы алмұрт, жазбайын, алмұрт, 25%-ы өрік, қалғаны алхоры. Алхорының пайызын тап деп жатыр. Қанша пайызды алхор құрап тұр дейді кептірілген жемістердің. Ал шешуі. Шешуі. Жалпы мынау кептірілген жеміс жидектерді біз 100% деп аламыз. Жаңа айтып отырмыз ғой, әрбір есепте. Жалпы 100%. Енді барлығын қосамыз, мыналарды 35% алма, 30% алмұрт, 25% өрік, ал мына жерде алхорын x деп аламыз, тең 100% деймін. 100% деп аламын. Бәрі қосын 100% болу керек. X тауымыз керек. 35-ке 30-ты қосам 65, 65-ке 25-ті қоссаңыздар қанша болады? 90% болады. 65-ке 25-ті қойсаңыздар 90% болды. Қосу x тең 100%. X табатын болсам 100%-дан азайтамын 90%-ды. Сонда 10% қалады екен. Көрініп тұр ғой, 10% шықты міне. Сонда жауабы алхоры қанша пайыз екен? 10% екен. Алхоры 10% екеніне шыға келді. Әрмен қарай 1093. Так. 1093 есеп не дейді? 1093. 1 метрдің дейді. 1 метрдің 1%, 7%, 40% неше сантиметр дейді? Неше сантиметр дейді? Так, онда біз былай жасаймыз. 1 метрді 100% деп аламыз. 100%-ның астына 1%-ды қоямыз да, метрдің астына сантиметрді қоямыз. Так. Мына сантиметрді x сантиметр деп алайық. Біз сантиметр табайын деп жатырмыз қазір. Так, неше? 40% неше сантиметр дейді? Болды, таба саламыз. 1 метрде қанша сантиметр бар? 100 сантиметр бар. Дұрыс па? Енді қараңыздар, 1 метрде 100 сантиметр бар, мына жерге 100 сантиметр деймін да, 100 сантиметрде 100% деп алам. Бізден сантиметр сұрағандықтан метрде 100 сантиметр айналдырып алдым. Мына жерде 2 сантиметр бар. Бұл белгісіз ғой. Соның 1%-ын тап деп жатыр да бізге. Так, бұл жағдайда x табу үшін, 2 сантиметр табу үшін 100-ді көбейтемін 1%-ға, бөлемін 100%-ға. 100 бен 100 қысқарады 1 болады, процентпен процент қысқарады да 1 сантиметр болады. Яғни 1 метрдің 1%-ы 1 сантиметр екен. Бұл біріншісі кетті. Біріншісі. Ал енді екіншісін қалай шығарамын? Екіншісін дәл осы мынау формуланы қолдана отырып, орындарына қойып кете беремін. Так, 7%-ды 100 деймін, көбейту 7% деймін да, бөлемін 100-ге. 7 сантиметр болады. Дәл осылай 100 деймін, көбейтемін 40-ға. 40%-ға. Бөлемін 100%-ға. Пайызбен пайыз кетеді, 40 сантиметр болады. Болды мұны. Есеп шыға келді. Әрмен қарай 1 центнердің 1%-ы 15%, 75% неше килограмм дейді. Так, екінші есебінде 1 центнер деп қоямыз да, осының 1%-ы, дәл осы екен ғой, 15%, 75% неше килограмм? Килограмм табымыз керек. Неше килограмм табымыз керек? 1 центнерде 100 килограмм бар. 100 килограмм бар. Ал, бұны қалай табамыз? 1 центнерде 100 килограмм бар. Дәл осы формуланы қолданамыз, бірақ мына жерге килограмм деп қоям да. 100 деген не ол? Килограмм. 100 килограммды көбейтемін 1%-ға, бөлемін 100%-ға. Сонда 1 килограмм бар екен.
1 центнердің 1%-ында 1 килограмм бар екен. Дәл осылай 1 центнер килограмм айналдырып алып, соны орнына апарып қойып кете бересіздер ғой. 100 көбейтемін 15%-ға, бөлемін 100%-ға. Қанша болады? 15 килограмм болады. Дәл осылай 100 көбейту 75%, бөлемін 100%. Бұл да 75 килограмм болады екен. Міне, есебім шықты. Ал енді 1 килограммның 1%, 3%, 10% неше грамм дейді. Так, ну да солай. Осының үшінші есебі. 1 килограммның 1%, 3%, 10% неше грамм дейді. Неше грамм? Грамм табымыз керек. Әрине бұл жерде де 1 килограммда 1000 грамм бар. 1000 граммды көбейтем 1%-ға, бөлемін 100-ге. Қанша болады? 10 грамм бар екен. 1%-ында, ал 3%-ында 3-ге көбейтем, 100-ге бөлем. 30 грамм бар екен. 1000 деймін, көбейтем 10%-ға, бөлемін 100-ге. Так, неше болады? 100 грамм екен. 10%-ына 100 грамм бар екен. Бұл есептер шықты. Әрмен қарай 1094-тің Б деңгейіндегі есептерін көрейік. Б деңгейінің есептері. Так, біріншісі процентті жай бөлшекпен жазыңдар дейді. 15%-ды жай бөлшекке айналдыру үшін 100%-ға бөлеміз. Қысқартамыз. 15 қысқартамыз. 115-ке бөлеміз, иә? Так, 100-ді 15-ке бөлеміз. Бөліне ма? Бөлінбейді. Немесе оны қысқарта саламыз. Так, нешке қысқартамыз? 15-ді 5-ке қысқартайық, 3 болады. 100-ді 5-ке қысқартсақ 20 болады. Мін жай бөлшекке айналды. Ең дұрыс осы. 64%-ды жай бөлшекпен жазу үшін 100%-ға бөлеміз. Пайыз бен пайыз қысқарып кетеді. 6,4-ді нешке бөлем? Так, 2-ке бөлейін. 3,2 болады, мұнау 50 болады. Әрмен қарайды бөлуге болады, осыны жай бөлшекке айналдыра салдық. Так, 3,2 дейма? 50. Бұны ары қарай жай бөлшекке айналдырып жұмыс істейтін болсақ, тағы қысқартуға болады, тағы 2-ге қысқартуға болады, 2-ге қысқартуға болады. 2-ге ма? 0,2-ге қысқартайықшы. 0,2-ге қысқартатын болсақ, мынауымыз 16 болады. Ал мынау 0,2 қысқартып жатырмыз. 0,2 қысқарту, екі жағында 0,2-ге бөлу деген сөз. 0,2 қысқартатын болсақ, 25 болады. Міне, енді жай бөлшекке айналды. Әрмен қарай 35%-ді 100%-ға қысқарту керек болса, 30% пайыз қысқарады. 35%-ді нешке бөлеміз? 5-ке бөлейік. 100-ді де 5-ке бөлейік. Мынау 7, мынау 20. Осылай болады. Әрмен қарай 116%-ді 100%-ға. Так, нешке қысқартуға болады? 2-ке или 5-ке қысқартуға болады. Так, 2-ке қысқартайық. 2, 5, 58 болады. 2-ке бөлеміз мынаны. 116-ны бөлеміз 2-ге, 100-ді бөлеміз 2-ге, пайыз бен пайыз қысқарып кетеді. Мына жерде жазылмайды, тек қана сан қалады. Мына жерде 58 болады. Мына жерде 50 болады. Әрмен қарай 58-ді 2-ге қысқартуға болады. Әрмен қарай және 4, 19 бола ма? 29 болады екен ғой. Так, 2-ге бөлеміз және мынауымыз 29, мынауымыз 25 болады. Болды, әрмен қарай қысқармайды. Келесі 105%-ді бөлеміз 100%-ға. Так, 105-ті бұл тек қана 5-ге бөлінеді. Пайыз бен пайыз қысқарады, жазылмайды. 105-ті 5-ге бөлем, 100-ді 5-ге бөлем. 105-ті 5-ге бөлсек, неш болады? 21 болады. Мынау 20 болады. Бұл әрмен қарай қысқармайды, тұра береді. 220 100%-ға бөлейік. 220-ны бөлеміз неге? 5-ке бөле салайға.
20-ға бөлсек те болады. 20-ға бөле салайық. Бөлейік 20-ға. Мына 20-ға бөлсек 11 болады екен, иә? 1-ден бересің 20, 1-ден бересің 20. Мынау 5-тен болады. Бұл есеп бітті. Енді 1095 есепке көшейік. 1095. Бөлшектерді процентпен жазыңдар дейді. Біріншісі 17 бөлінген 20 процентпен жазу үшін 100%-ға көбейтеміз. Так, 100-бен 20 қысқарады, 17 көбейтілген 5 болады. Мынау 5 түсіп 3 ойда 85% болады. 100%. Бұл да дәл солай. 11 көбейтілген 4% болады. Бұл 44% болады екен. Әрмен қарай. 21 бөлінген 10. 100%. Так, 21 көбейту 2-ден береміз. Қанша? Ана жерде пайыз болып тұрады. Қысқарған екен. 42% болады. Әрмен қарай. 0,105-ті көбейтеміз 100%-ға. 5% болады. 0,74-ті көбейтеміз 100%-ға. 74% болады. 1,2-ден 1-ді көбейтемін 100%-ға. Мынаны жай бөлшекке айналдырып алам. 3 болады, көбейту 100 болады. Бұдан 3 көбейту 50. 100-бен 2-ні қысқартсақ 50 болады. 150% болады. 1 бөлінген 5-тен 3. 100%. 5, 8 болады. Көбейту 100%. 20, 160% болады бұлда. Әрмен қарай 2 бөлінген 20, 5-тен 3. 25 болады, 50, 53 болады. Оны көбейтем 100%-ға. 53 көбейту 4 болады. 212% болады. Не есеп? 1095 есеп осылай. Әрмен қарай жалғастыра берейін есептерді. Бір есебін шығарып көрсетейік. 1096 есеп не дейді? 1096. Шеңбердің радиусы 10 диаметр неше процентін құрайды дейді. Шеңбердің радиусы диаметрді 2-ге бөлгенге тең негізі. Оның диаметр неше пайызын құрайды дейді. Әрине бұндай болса диаметрді көбейтемін 100%-ға, бөлемін 2-ге. 50%-ын құрайды. 50% диаметр болатын. 50%-ын құрайды да, көйіп тұра береді жанында. Ал квадраттың қабырғасының ұзындығы дейді. Квадраттың қабырғасының ұзындығы оның периметр неше процентін құрайды дейді. Шаршы деген сөз бар қабырғасы бір-біріне тең. Оның қабырғасының ұзындығы А болатын болса, қабырғасының ұзындығы бір ұзындығы А болатын болса, оның периметр неше процентін құрайды. Квадрат деген шаршы ғой. Қанша қабырғасы бар? 4 қабырғасы бар. Яғни А ұзындығы тең болады А-ға. А тең болады, ұзындықты А деп белгілесек, онда А ұзындығы 4-те ғой. 4 қабырғасы бар, 4 А болады бұл. Енді периметрдің формасын жазамыз. Периметрдің формасы А қанша болады? 4А болады бұлда. Себебі 4 қабырғасы бар. 4 қабырғасын қосынсы 4А-ға тең болады периметр. Шаршы ғой ол. Бар қабырғасы бір-біріне тең. Мынау А, мынау А, мынау А, мынау А. 1, 2, 3, 4 қабырғасы бар. Енді бізден сұрайды, осы қабырғасының ұзындығы оның периметр неше процентін құрайды дейді. Периметр неше пайызын құрайды? Бірақ пайызын құрап тұр ғой, бұл жерде бұл. Қабырғасының ұзындығы, бете саламыз. Мына жерден ұзындығы, яғни L ұзындығы болсасын, 4А болса, 1%-ын құрап тұр. Мұнда 96 есепте, бірақ пайызын құрап тұр. Бөліп жібересің бір-біріне. Бөліп жібересің 4А бөлінген 4А көбейту 100%. Қысқарып кетеді. 100%-ын құрап тұр екен периметр. Бұл есеп шықты. Енді 1097 есепті түсіндіріп берсек, қалған келесі қалғанымыз. 1097. Алманың 20-дан 17-сі су екен. Су. Алманың неше проценті су дейді? Алма 17 көбейту 100% деп алам. Мына 17 бөлемін 20-ға. Әрине 17 көбейту 5 болады. 120 бөлсек 5 болады. Бұл 85%-ын су құрайды. Су. 85% су екен. Жауабы біріншісі 85% су екен алманың. Екіншісі орам жапырақ. Біріншісі. Екіншісі орам жапырақ дейді. Орам жапырақ қараңыздар. Орам жапырақтың 10-нан 9-ы су,
Орам жапырақтың неше проценті су? Әрине бұны да 100%-ға көбейте саламыз. 9 көбейту 10% болады. 100-ді 10-ға бөлсек 10 тең 90% су. Жауабы 90% су орам жапырақ. Келесі сабаққа дейін қош сау саламат болыңыздар. Так, теңіз суының 5% тұз, теңіз суының неше бөлігі тұз дейді. 1098 аяқ салайық енді. Ал 1098-ші есеп бітіре салайық. Бірінші, теңіз суы 5% тұз екен. Теңіз суының неше бөлігі тұз дейді. Бөлігін табуымыз керек еді. Так, бөлігін табу үшін 5%-ді 100%-ға бөлем, сонда бөлігі шығады. Пайыз бен пайыз қысқарады да, 5-ті 5-ке бөлем, қысқартан ғой. 100-ді 5-ке бөлем. 1, мынау 20. 20-дан 1 бөлігі тұз екен. Жауабы 20-дан 1 бөлігі тұз. Так, екіншісі, жер бетінің шамамен 71%-ын мұхит алып жатыр. Мұхит екен. Мұхиттар жер бетінің қандай бөлігін алып жатыр? Бұл да дәл солай. 71%-ді бөлемін 100%-ға. Пайыз бен пайыз қысқарады. 71 бөлінген 100 болып тұр. Ал 71 нешке бөлінеді? 100 нешке бөлінеді? Екеуі бірдей санға бөліну керек. 71 дәл осылай қалады. Бөлінбейді. Бөлінсе де қалтық болып бөлінгендіктен 100-ден 71 бөлігі мұхиттар алып жатыр екен. Жердің 100-ден 71 бөлігін мұхит алып жатыр. Мұхит алып жатыр, міне. Ал қанша бөлігін құрғақшылық алып жатыр, мысалы? Қанша бөлігін? 100-ден 71-ді алып тастайтын болсаңыздар, 100-ден 71-ді алатын болсақ, 9, 2, 29, 10-нан 29 бөлігін құрғақ сусыз жер алып жатыр да. Ал сау саламат болыңыздар, келесі сабаққа дейін.